Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз нанның ішінде сосиска тесте дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге менде ашыған сүтке 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық шекерімізді және ашытқымызды салып, қолымызға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп қойдық. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағат 40 минутқа қойып қоямыз. Менде қамырым 40 минутта ашып шықты. Енді қамырымызды қойып, ішіндегі шұжығын дайындаймыз. Мендегі халал шұжық үлкені, соны 4 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырымызды ыдысымыздан алып, өзімізге керекті мөлшерде майда бөліктерге бөліп аламыз. Менде 16 штук шықты. Қамырымызды алып, осылай қолдың көмегімен жайып аламыз, ұзын қылып. Видеода көріп тұрғандай жасайсыздар, барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Барлығын жасап болған соң 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт септім. Өз қалауларыңызша күнжіт макс себе беруге болады. Біздің сосиска тестеларымыз дайын болды. Өте дәмді болып, қамыры жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер.